Сәлем достар, бүгін сіздерге жылжымайтын мүліктің жоқтығы не барлығы туралы анықтаманы алып көрсететін боламын. Ең алдымен компьютерден EGOB.kz сайтына кіреміз. Кірген соң мына жерде жазамыз. EGOB сайтына кіреміз. Кірген соң бізде осындай бет ашылады. Осы жерден жоғарғы жағындағы кіру немесе тіркелу деп тұрады. Осы жерден кіру батырмасын басатын боламыз. ECP-мен кіремін. Егер сіздерде ECP болмаған жағдайда, мен астына ссылка қалдырамын. ECP туралы түсірген видеом бар, соны толығымен қарап, ECP ашып алсаңыздар болады. Қазір мен сертификатты таңдайсыздар. P сөзін жазатын боламыз. Қол қою батырмасын басамыз. Енді осы жерде телефонға код келетін болады. Соны енгіземіз. Енді біз осы жерден кіреміз. Бізде толық ашылды EGOB.kz сайты. Енді осы жерден жылжымайтын мүлік деген бөлімге өтетін боламыз. Келесі бізде тағы да осындай бет ашылады. Осы жерден төменгі жағында толық көрсету деген бөлім тұрады. Осыған өтетін боламыз. Енді осы жерде мұқият қарасаңыздар, форма 6 анықтамасы, яғни жылжымайтын мүліктің болуы туралы анықтама деген бөлімге өтетін боламыз. Келесі бізде осы жерден онлайн сұрау батырмасын басамыз. Басқан соң бізде осы жерде қызметті алу деп көрсетіп тұрады. Өзіңізге немесе балаңызға және заңды өкілге алу туралы осы жерден өзіңізге керегін таңдап аласыз. Мен осы жерден өзіне деген батырманы басамын, яғни менің өзіме керек болғандықтан өзіне деген батырманы басатын боламын. Келесі осы жерден облысты таңдаңыз дегенде, облысты таңдасаңыз болады, тұрып жатқан. Мен бұл жерде қазір Қазақстан деген бөлімде тұрады. Бұл барлық Қазақстанға жарайды, сондықтан мен Қазақстан деген бөлімге өтемін. Таңдадым. Енді қол қою және анықтама алу деген батырманы басатын боламын. Келесі бізде осындай SMS-пен немесе электрондық, яғни ECP-мен және де QR код арқылы қол қою, тағы да бұлтты ECP деген бар. Осындай көп 3-4 бөлімнен тұратын болады. Осы жерден ECP-мен деген бөлімге өтсеңіздер болады. Осыны басамыз. Ай жерді басатын боламыз. Келесі біз мына жерге кодты енгізсек, және ашу батырмасын басамыз, кодты енгізіп болған соң. Қол қою батырмасын басамыз осы жерден. Достар, енді осы жерден сізге жылжымайтын мүліктің болуы туралы анықтаманың қазақша және орысша нұсқасын көрсетіп қояды. Сізге бұл анықтама 20 минуттың ішінде келіп түсетін болады. Егер анықтама 20 минуттан артық түспеген жағдайда, осыны қайтадан басынан бастап аяғына дейін орындасаңыз болады. Сол кезде сіз жылжымайтын мүліктің болуы туралы анықтаманы алатын боласыз. Егер менің видеом пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және каналымда көптеген пайдалы видеолар бар.